Үйренбеймін екем. Сен қалай сөйлейсің, тура солай сөйлеймін. Енді сен не сұрақ қоясың, онда тыңдап білмесең адамды? Сен де сөйтіп сөйлейсің ғой маған. Саған жауабын керек па? Ортасынан бөліп сен де сөйлейсің. Факт керек па саған? Факт керек. Онда тыңдап үйрену керек болса. Қыздар, біз сіздерге кедергі жасап жатқан жоқпыз ба? Бұл. Сабыр. Сөйлесем тағы да. Аузыңды жап. Нормально разговаривай со мной. Жап аузыңды. Сен менімен дұрыстап сөйле. Айжан, мөлдір. Сен кімсің маған талып қаласың қазір. В смысле? Бұл. Айза, отырыңыз орныңызға. Баладар, өйтіп нетпей қойыңдар. Ренжіспей қойыңдар. Болмайды, кім қарындас, болмайды. Деп айтып жатырмын. Адамның көңіліне тимейтін, адамды төмендетпейтін пікірлер айт деп мен сені адамша сұрап тұрмын. Обязательно адамды кемсітіп, кекетіп сөйлеудің қажеті жоқ. Қалай мен сен кемсіттім? Сен мен қаласам талып қаласың деген сияқты қылдырып айттың. Мен қаласам сен қазір талып қаласың, дұрыстап сөйле, сен қазір талып қаласың деп сен айттың. Сабырға кешір, мен айтайыншы. Айза, расымен де сізге ескерту, ол жерде сіз сенбесеңіз, жедел жәрдемнің анықтамасын сізге көрсете аламыз. Адамның денсаулығына зақым келгеннен кейін, өзін әлсіз сезінгеннен кейін, асқазанда тамақ емес, және улану суда болмағаннан кейін ауыр халде болды, содан құлап қалды. Диана ханым, жоқ, негізін жына деген маған өз Ал сіз, мен байқадым, сол күннен кейін әлеуметтік желіде де осы дүниені талқыға салып, бұлбұлды бір тигізіп, енді білмеймін ғой, өтірік істеген шығар дегендей бір дүниелерді парақшаңызға салып отырғансыз. Диана ханым, оның қажеті қанша? Жоқ, былай жынамен ұрысып отырған кезде, ол маған бірінші дауыс көтергеннен кейін мен айтқан болатынмын, ұрыспай қояйық, сен қайтадан талып қалуы мүмкін деген сияқты мен жеткізгім келген негізінде. Бірақ сіз денсаулығын ойлап сөйтіп айттыңыз ба? Диана ханым, енді қалай көрінгенін білмеймін, бірақ жоқ, мен сіздің парақшаңызда қозғалған әңгімені айтып жатырмын. Нақты менің ойымша өтірік жасады деген нақты ондай болған жоқ. Жай ғана мен білмеймін деген себеп. Жоқ, кешірім сұраймын. Осы жерде мен осы уақытқа дейін бір талып қалып, сондай ситуация болған жоқ қой, мен кетіп бара жатып талып қалатындай. Немесе стрессті ситуациямен талып қалып, басым жерге ұрып, ондай жаман ситуациялар болған жоқ қой. Именно сол күні мен до эфира әлсіз сезіндім өзімді. Сендер көрдіңдер. Спокойно саған айтайыншы. Сен қыз баласың, ты будущая мать. Мен саған әйел ретінде кеңес бергім келеді. Спокойно айтайын, мені тыңдасаң, тыңдайсың, тыңдамасаң өзің білесің. Жай ғана бұлар ара қатынас сені на минус кетіп қалдың сен уже. Энергетически ты уже выгорела вся. Поэтому сендерге үлкен пауза керек. Өз-өзіңмен побудь собой наедине, демалыс аласың ба? Побудь. Подожди, не перебивай, я договорю. Побудь собой наедине. Анализ сделай, правильно ли я делаю, не ошибаюсь ли я. Сіз ондай анализді өміріңізде жиі жасайсыз ба? Мен дұрыс нәрсе жасаймын ба, дұрыс пікір айтамын ба дегендей. Диана ханым, енді мен пікірімді мүмкін ашу үстінде айтқан шығармын. Ол жалғызырым үшін осы жобаға келгелі бір айтылған соңғы әрі алғашқы пікір емес қой бұлбұлдың тарапына, яғни көзқарас бойынша дұрыс емес жағынан. Диана ханым, айтсам бола ма? Хадиша, Меруерт. Негізі жаңа Айзаның айтқан сөзі бойынша, сіз былай айттыңыз да, Айза, қазір мен тағы да сені талдыртып тастаймын деген сияқты. Өткенгі эфирде сіз басқаша сөйледіңіз. Мен өзімді кінәлі сезініп қалдым, бұл мен үшін талып қалған сияқты, бірақ олай емес қой, ол денсаулығына байланысты талды ғой деген сияқты ақтаулар болды да. Ал енді қазір келесіде мен сені қазір сөзбен талдыртып тастаймын деген сияқты айтып отырсыз. Жоқ, осы бұл жерде Айза андай ғой, ортаға шыққан сайын андай да, өтірік жылағандай болып отырады ғой, енді дауыс жылайды да көз жыламай отырады. Өзі өтірік істегеннен кейін басқаларды солай ойлайды да өзі. Жоқ, Айза, қазір бәрін енді Айзаға да тоже бір құлағанға жұдырық болып айтады ғой. Ондай болудың қажеті жоқ. Просто Айза, егер сен дәл осы маған қалай қазір жеткіздің, тура сол жеткізсең мен түсінетін едім, Айза. Мен үндемей қоя салатын едім. Дәл солай жеткізген кезде. Жоқ, Хадиша. Жоқ, мен былай айтқым келеді. Алдында Айза, сен осы арақатынастың білесің, қай жағына өріп баратқан. Сен сол кезде отқа май құйып, одан бетер сендер айырысу керексіңдер, сендер бірге болмау керексіңдер деп. Сен ғой бәріне кінәлі. Осы жерде осыларды айырыстырудың себебі сен болып отырсың, Айза. Мен кінәлімін, дұрыс айтасың. Және де бұл саған айтқым келеді. Ол кезде мен саған оның барлығы не үшін айттым, чтобы сен өз көзіңді ашып көрсін, что ол адам сенікі емес. Если бұл сенікі болса, осыны сен емес педің, Серік маған көзқараспен қарады, бірақ ондай болмаған ғой, Айза. Дұрыс айтып алайын, нормальный адамсың ба сен? Мен сөйлемей қояйыншы, рахмет, Хадиша саған. Жоқ, тоқтаңдаршы, мен айта салайыншы. Бастапқыда негізінде арақатынастың кәдімде сынақтан өткенін қалай өткен білеміз. Осы жерде Серік соңғы бұлбұлдан мүмкіндік сұрап келген кезде бәріміз сенгенбіз Серікке. Шынымен де до конца барады, үйленуге дейін барады деп. Қазір өзі жоқтың көз жоқ, бірақ мен айтқым келіп тұр да Серікке. Білем, жауапкершіліктен қашып кеткен адамдардың кейпіне еніп отыр да кәдімгідей. Мен бөлдем түсінбеймін Серікті. Қараңыздаршы, бұлбұлды қандай күйге жеткізіп алып, өзі ар жақта жүрді спокойно. Қалай ол? Бұл. Жеке өздеріңізде сөйлесу болды ма? Егер сөйлесу орын алған болса, қандай шешімге келдіңіздер?
екеуміз бірімізге уақыт береміз деп шешкен едік. Алдындағы ситуациядан кейін, эфирдан кейін қаралып, екеуміз сөйлестік, бәрін шештік. Және де екеумізге де негізі уақыт керек деп ойладық біз. Бірімізді кішкене пауза наедине қалдырамыз. Әркім өзінің ойымен жеке қалсын, ойланып алайық деп. Бірақ не үшін 7 ай бірге жүріп жүрміз ғой, бізге уақыт не үшін керек? Ол менің мінезімді біледі, мен Серіктің мінезін білем. Мен ары қарай күрескім келмейді. Болды. Бұл менің соңғы әрі нақты шешімім, және де Серіктің де тарапынан дәл сондай. Бұл жерде мен Серікті жамандап төмен түсірмеймін, өйткені ол менің таңдауым болды. 7 ай бойы мен Серіктің жанында бірге болдым, бақытты моменттер менде өте көп болды, Диана ханым. Мен ол адамға рахметім, алғысым шексіз. Жаман адам болмайды, Диана ханым. Просто біз бір-бірімізді кемеспіз ба деген сияқты ойлар ғой. Әрине менде жақсылыққа ниетті болдым. Тура сол сияқты Серік те жақсылыққа ниетті болды. Осы бұлбұлмен бәрі жақсы болып кетсін демесем, менде де тура сондай ойлар болды, бірақ определенный бір отношенияда нюанстар бар, которые екеуміз де өзгерте алмаған заттарымыз бар. Қанша тырыссақ та, қанша нәрсе істесек те, ол заттар өзгере алмады. Және де мен неге қайта-қайта өзгеру керекпін? Білеміз ғой, енді ер азамат жақсы көрген кезде кейде қыз баланы бүкіл минустармен қабылдайды. Даже ана адамның минустары саған плюс болып көрініп тұратын адам бар ғой. Және де мен бірінші очередь көп жасадым, осы әрекеттерімді, жаман әрекеттерге бой алдырдым, ашуландым, жыладым да осы ер азамат үшін. Ең бірінші мен өзімнің ата-анамнан кешірім сұрағым келеді. Себебі олар бар жақсыға лайықты. Және де осы аз ғана енді уақыттың ішінде олар өздерінің қыздарының махаббатқа бөленіп, бақытты болғанын көру керек. Мен солай ойлаймын да, олар соған лайықты. Ал мен осы жерде сол өздерінің қыздар, Жандос пен Назгүлдің қызы бақытты отқанын көрсете алмадым әке-шешеме, Диана ханым. Сол үшін мен қатты жаным отады да, мен неге олардың жандарын қайнаймын? Олар мен әке-шешем мен мәпелеп, әлдилеп өсіріп жатыр да, а мен болсам мүлдем басқа руслоға қарай бұрып, өмірім бәрін соққа қарай апарып жатырмын да. Мен бүкіл вниманием, менің жасайтын іс-әрекетім бәрі осы ер азамат үшін деп дұрыс емес бағытқа кетіп қалдым. Негізі мен істесем, бірінші очередь әке-шешемді тыңдаймын, осыдан кейін жақындарын тыңдаймын. Адам халық айтса қалып айтпайды дейді. Демек, бір дұрыс емес дүниелер болғанда олар көреді, анализ жасайды. Нам виднее деп айтып жатады ғой адамдар. Солай. Әрине енді Диана ханым маған бір осының бәрін қазір ортаға шығып, оңай сияқты айтып жатқан шығармын, бірақ ішім алай үлей болып жатыр ғой. Өзім жақын адаммен мен қош айтысып жатырмын. Мен адал болдым деп ойлаймын. Махаббатқа берік болдым. Басында Серік деп келдім. Серік деп әлі тұрмын ғой енді, бірақ өмірде бәрі біз ойлағандай идеально болмайды. Бір-бірімізді жібергеніміз дұрыс. Бір-бірімізді қинамай, осылай ертеңгісі күні отбасылық өмірге екеуміз қадам басамыз, жарайды, бір эфирдің болады, адамдар қолдайды, халық қолдайды, сөйтіп үйленіп кетеміз. Одан кейін эфир жоқ қой. Жалғыз қаласыз. Жалғыз екеуміз наедине қаламыз. Сол кезде оның мінезі болып, ертең бір баламен мен көзім жасым ағып, ертең даже үйіме де баратын бет болмайды. Иә, өкініп отырсам да мен оны Серікке, Серік мен саған өкініп отырмын деп айта алмаймын да ғой, уже поздно болады да. Сондықтан да қазір мүмкін осы қиыншылықтан, қанша қиын болса да, сағынсам да, қазір осы қиындықтан өтіп кеткен Диана ханым дұрыс шығар деп ойлаймын. Диана ханым айтса бола ма? Иә. Енді Хадиша айтып отыр ғой, енді Айзаны кінәлап екеуінің ара-қатынасына. Негізі екеуінің ара-қатынасының бұзылғанына Айзаның түк қатысы жоқ негізі. Бұл ең соңғы эфирда Айза өзінікін тығып енді манипуляция істеді, бірақ ол болмай қалды да бәрібірде. Бірақ Айзаны бұл жерде кінәлаудың керегі жоқ. Бағанағы ситуацияда негізі бұл өзі агрессивный отырды да, жаман қабылдады. Не в том месте, не в то время дейді ғой, сол сияқты болып қалды Айзаның несі жаңа айтқан пікірі. Ал негізі бұл жерде бұлбұлдың мінезін көтеруге ешкім міндетті емес. Қандай көңіл күйде отырсың, оны басқалар сырада ету керек емес, иә? Дұрыс айтасың. Сол себепті мен ойлаймын, что бұлбұлдың мен бұл әңгімесіне мен өз басым сенбеймін. Өйткені бұл әңгімесі тоқтағанына ма? Иә, өйткені бұл әңгімені біз уже үшінші рет естіп отырмыз. Сол себепті келесі бір алдағы бір эфирларда Серік мына жерде Гүлмен келсе, болмаса бір қатысушы болса, бұл нәрсе қайтадан басталады деп ойлаймын. Бұлбұлдың тарапынан. Рахмет. Енді мен болашақта не боларын білемін, бірақ мен өзім үшін шешім қабылдадым. Және де расымен де Айзаның бұл жерде кінәсі жоқ. Біздің отношениямыз өзі екі адамның арасында болып жатқан проблемалар болды. Ол бәріне анық болды. Ол Айзаның просто адам өзінің пікірін айтты, болды деп ойлаймын. Мен ничего келіспеймін. Керісінше қыз уже әбден қажыды, жүйке жүйесі жұқарды, уже шаршады, уже тойып тұр мына жерінде ше. Осы жолы нақты шешім қабылдаған сияқты бұл. Ал Серік бұл шешімді айтып отырғаныңызды қазір біле ме? Иә, біледі. Қарсылық танытпады? Жоқ. Келісті? Иә, екеуміз саналы түрде осы шешімге келдік деп айтсам болады, Диана ханым. Демек мүмкін осы үшін де эфирге келмей қалған шығар? Енді
негізі мен бүгін осылай айтамын деп Серікке айтқан жоқпын. Мен негізі тоқтатуға ниетім бар деп айтқан едім Серікке. Қысқасы сезді. Сезді деп ойлаймын, бірақ мен нақты Серікке айтқан жоқпын бүгін тоқтатамын деп. Бірақ енді баған бері ойлана келе енді мен негізі Диана ханым тоқтатқым келеді. Өзімнің ішкі ниетім сондай. Бұндай шешімді мен екі адам қабылдау керек деп ойлаймын, осы жерде отырып ше. Жалғыз өзі қабылданған шешім бәрібір де бұл аяқсыз қалады деп ойлаймын. Біз енді барлығымыз енді бұлбұлды айтамыз ғой, что шаршады, шынымен де отношениядан қажыды деп, иә. Біз Серік жақты да ойлауымыз керек та. Серік мүмкін бұлбұлдың манипуляциясынан шаршаған шығар. Бұл жерде бір жақтан ғана қарай алмаймыз ғой. Кешірім сұраймын. Біз сырт жақта енді бәрі ондай жаман емес қой. Мен әрдайым оны бір жылап, қайта-қайта оның мазасын алып, олай жасап жүрген жоқпын. Бұл таныстықты, жалпы жұптық арақатынасты тоқтатып жатыр қымбатты көрермен. Серік мырзаның тарапын біз әлі тыңдаған жоқпыз. Егер ол кісінің ниеті бар болса, келіп эфирге мен де шығып өзімнің соңғы сөзімді айтам, бұлбұлға деген алғысымды білдірем десеңіздер, онда әрине біз сіздерге уақытты береміз, қашанда әзірміз. Көрейік енді Серік мырзаның хабарын. Ал бүгін бұлбұлдың қабылдаған шешімі осы. Қымбатты көрермен, ертең 14:30-да Еуразия бірінші арнасында қайта қауышамыз.